Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін оразаның 18-ші күні ауызашарға лағман жасайтын боламыз. Осы видео аяқталмас бұрын сіздер менің каналыма тіркелу кнопкасының жанындағы қоңырау белгіні басып кетіңіздер, сонда сіздер менің жаңа видеомды өткізіп алмай көре алатын боласыздар. Үйдегі бар көкөністермен подливын жасайтын боламыз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз. Осылайша жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне сарымсағын саламыз. Оны да қуырып араластырамыз. Одан кейін үстіне баклажанды салатын боламын. Баклажанның сыртын алып тастадым, қабығын. Оны да жақсылап қуырамыз. Оның үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді де жақсылап қуырып, дәміне қарай тұзын саламыз, бұрышын салып, араластырып, бетін жауып кішкене қуырамыз. Мінекей қуырылды. Енді үстіне капустасын салып, тағы да қуыратын боламыз. Капустасы бәрі жұмсарғанша. Үстіне томат пастасын қосамыз. Баяу отта қуыратын боламыз. Арасында араластырып тұрамыз, жабысып қалмау үшін. Енді бетін жауып, тағы да бұқтырып қуыратын боламыз. Мінекей бәрі жұмсарып қуырылды. Сәбізіміз бәрі жұмсарылды. Енді үстіне картоплымызды саламыз. Бәрін жақсы араластырып, бетін жауып, баяу отта ары қарай қуыратын боламыз. Ендігі кезекте қамырын илеп дайындап қоямыз. Жұмыртқамыздың үстіне тұзды суымызды құйып, ұнымызды салып, қамыр илейміз. Мінекей подливіміз болды. Енді үстіне приправа мен паприкамызды салып, тағы да тұзымызды салып, араластырып, үстіне суын құямыз. Осылай мен бетінен кішкене суды асырып құйдым. Енді қақпағын жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Мінекей уже қайнады, подливіміз пісіп дайын болды, бәрі жұмсарды. Енді үстіне қызанағын салып, тұз мөлшерін көріп алатын боламын. Подливіміз уже дайын болды. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Егер де сіздің лағманның кеспесін созуға уақытыңыз аз болса, онда осы видеодағыдай жасап көрсеңіздер болады. Мінекей осылай қылып жайып алатын боламыз. Тым жұқа қылмаймыз, тым қалың да қылмаймыз. Енді ортасына осылай ұнымызды жағып, осылай екі шетінен орайтын боламыз. Бостау қылып ораймыз. Ортасынан кесіп, кеспе сияқты турайтын боламыз, бірақ кеспеден жуандау қылып тураймыз, жұқа қылмаймыз. Мінекей осылай. Осылай турайтын боламыз.
Одан кейін осылайша араларын ашып қоямыз. Мінекей осылай дайындап аламыз. Одан кейін қайнаған суға пісіріп алатын боламыз. Мінекей суымызда қайнады, кеспемізді салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Арасы жабысып қалмау үшін осылай араластырып қоямыз. Пісқаннан кейін суық суға да салуды ұмытпаңыздар. Мінекей кеспеміз дайын болды. Жәнегі кеспемізді ыдысымызға салып, үстіне подливын құйып, ұсына берсеңіздер болады. Кеспесін дүкеннен сатып алмай-ақ, осылай үйде жасасаңыздар, лағмандарыңыз өте керемет дәмді болып шығатын болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға қуаныштымын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.